Так, сәлем достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге экстрасенс белгісі туралы айтып өткім келіп отыр. Өткен видеода жаңағы спортсмен белгісі туралы айтқан болатынмын. Ол спортсмен белгісі туралы білгілеріңіз келсе, осы видеоның алдында менің каналымда бар. Так, енді қазір мына экстрасенс белгісі туралы айтайық. Экстрасенс белгісі бар деп біз мына адамның матрицасын есептегенде екілік сандар үшеу, бесеу немесе жетеу сондай болу керек. Тақ болу керек. Сол кезде біз ол адамда экстрасенс белгісі бар деп айта аламыз. Енді ол экстрасенс белгісі деген өзі не? Ол деген адамға берілетін, өзі бойына берілетін қасиет, өзінің энергиясы болады. Ол энергиясы жалғыз ғана өзіне емес, мына басқа адамдарға көмектесуге арналған энергия болып шығады. Сондықтан ол энергиясын адам 30 жасқа дейін сол бастап пайдаланбайды. Енді 30 жасқа дейін бастап сол ары қарай дамыту керек. Одан ары қарай 40-50 жасқа таман уже пайдалана білу керек сол энергияны. Енді көбінесе бұндай жерде берілетін енді бірақ қана совет бар. Экстрасенс энергиясын біз не істейміз, қалай дамытамыз деген. Ол энергияны дамыту үшін ең бірінші жаңағы, енді бірақ қана совет деп отырмын ғой, ол эзотерикамен айналысу керек. Эзотерика деген мына нумерология, астрология, таро, немесе хиромантия, сондай нәрселер. Егерде ондаймен айналысқыларың келмесе, онда енді мына рухани жағынан өзінің білімін адам дамыту керек, өсіру керек, ой өрісін үлкейту керек. Сөйтіп сондай бір эзотерикаға жақын мамандық болу керек ол адамда. Мысалы, ол жаңағы әсіресе бұл дәрігерлер, медицина жағындағы не дейміз, жаңағы мамандықтар, медицина жағындағы мамандықтар, солар мына эзотерикаға жақын болып келеді. Сол хирург бола ма, не дейді, жаңағы врач бола ма, енді көп қой, таңдап алуға болады. Сол жағына қарай кету керек, әсіресе жаңағы экстрасенсорлық белгісі бар адамдар. Міне енді или эзотерика, или медицина болады ғой. Енді оны мен дамытпасам не істейді деп сұрайды кейбіреулер. Бұл жаңағы экстрасенс энергиясы бар адамдар міндетті түрде оны дамыту керек. Өйткені оны дамытпаса, әсіресе әйел адамдарға өте қатты қауіп төнеді. 40-50 жастан арман қарай адамдарға, осындай белгісі бар адамдарға өте жаңағы қатты сынақтар келеді, денсаулық жағынан, жұмыс жағынан, ақша жағынан, мына семьясында. Енді жаңағы қазақта Құдай салмасын дейді ғой, соған дейін жеткізбеу керек. Сол үшін да біз мына нумерология деген өте сол жағынан жақсы көмектеседі адамға. Ерте бастан, мысалы үшін енді 25-30-ға келген адамдарға өте жақсы сол белгіні біліп алуларына болады. Енді ол экстрасенс белгісін дамытпасамыз не істейді, керек жоқ, мен онымен айналысқым келмейді деген адамдарға айтатыным, міндетті түрде айналысу керек, міндетті түрде дамыту керек. Егерде өздеріңіздің өмірлеріңіз қиын болмасын десеңіздер, денсаулығыңыз бәрі дұрыс болсын десеңіздер, солай қарай мына экстрасенс энергияңызды дамытып, соны пайдалануды үйрену керек. Енді оны қалай пайдалану керек екенін, басында қалай пайдаланып үйрену керек екенін, оны әр адамға өзіне жеке айтып беремін. Өйткені мына жерде енді бәріне айтуға да енді негізінде болмайды. Енді мына экстрасенс белгісі менде бар ма, әлде менің балдарымда бар ма, кімде бар екен, соны білгілеріңіз келсе, осы видеоның астында сілтемені басып, менің WhatsApp-ыма немесе Instagram-ыма жазуыңызға болады. Сау болыңыздар.